Adamın eng жақшысы, adamın eng жақшысы, жолса мұсылмандың eng жақшысы, малын, мүлкін үй бүлесіне жұмшағаны дейді. Мал мүлкті үй бүлесіне жұмшағаны ең жақшы. Мұсылмандың ең жақшысы үй бүлесіне сарптайды екен. Қаяққа сарптайды екен? Өз үй бүлесіне сарптайды екен. Кейінгісі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады екен, бірінші сарптауын өзіңден башта. Аны артса үй бүлеңе бер. Алардан артса туғандарыңа бер. Туғандардан да артып қалса имандыларға сарпта. Өзіңнен алды, арт жаңарды сол, оң жақтағарды қарағылаға. Бұнда айтқан жөн емес. Некен жөн әлі ең бірінші өзіңе сарпта дегені, бұл шындай үшін. Мен бір хадис кітабымды жинағында ұшыл хадисті көрдім әлі да. Бұл хадисте өзгөчө бір мағыны жатады. Өзіңді қара дегені, егер бай болсаң, мүмкіншілік бар болған болса, ошол мүмкіншілікті мындай кылыш керек экен, өзүңдөн башташың керек экен, өзүңө карап. Анткени бир күнү Пайгамбар саллаллаху бир сахаба, бай сахабаны көрдү дагы, сен эмне кийинбейсиң деп, я Расулулла, мен таквачылыкка отом. Жок деп. Таквачылык деген баягындай экен, жупуну кийинип, өзүнө тип, кичине мындай карабаган экен да. Кийин Пайгамбар саллаллаху